Баршаңызға ассаламу алейкум. Қонақ келгенде осындай тез жасай салатын самса әзірлейтін боламыз. Қамыр жайып, қамыр елеп отырмайсыздар. Ол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге фарш, сонымен қатар қара бұрыш, осындай қатпарлы қамыр алдым. Және де картошка, пияз қажет болады. Қатпарлы қамыр менде дрожжбен пиязымызды алдымен жақсылап ұсақтап турап аламыз. Қажетті құрамын описанияға жазып қоямын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің балам самса күнде берсең күнде жейді. Самсаны өте қатты жақсы көреді. Сол үшін мол жасаймын. Осылай ұсақтап турап аламыз, немесе блендермен өткізіп алсаңыздар да болады. Фаршымыздың үстіне саламыз пиязымызды. Менде фарш магазиндікі, үйдің фаршы болса тіпті дәмді болып шығады. Картопымызды да чыға етіп турап алып, осылай салонка етіп тураймыз. Оның үстіне ұсақтап төрт бұрышты етіп турап аламыз. Қара бұрыш тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз фаршымызды. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Видеоларым ұнап, пайдалы болып жатса, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналыма қолдау білдіріп отырыңыздар. Енді қамырымызды бірнеше бөлшектерге бөліп алып, жайып, және де осылай фаршымызды салып түйетін боламыз. Әркім өз қалауы бойынша түйсе болады. Духовкамызды қыздыра береміз. Жақсылап жауып, бекітіп барып түйеміз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды тізіп шығамыз. Үстін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Үйдің жұмыртқасы бар болса, яғни домашний жұмыртқа бар болса, соның сарысымен жақсаңыздар, самсаларымыз сап-сары болып, әдемі болып пісіп шығады. Бетіне күнжіт сеуіп пісіріп аламыз. Мінекей біздің самса өте дәмді, иісі бұрқырап тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер.